Құрметті азаматтар, 1 шілдеден бастап жалға берілетін электр самокаттарды пайдалануға қатысты жаңа талаптар күшіне енеді. Енді әрбір жалға берілетін электр самокатқа тіркеу нөмір беріліп, осылайша заң бұзған электр самокаттар камералар арқылы анықталатын болады. Сонымен қатар, әрбір самокат қолданатын азаматқа сақтандыру полисі міндеттеледі. Ал кикшеринг компаниялар электросамокаттардың техникалық жағдайын қамтамасыз етуге, олардың жылдамдығы мен орналасқан жерін бақылауға белгіленген жерде жылдамдықты автомат түрде шектеуге, оларды ретсіз қалдыруды болдырмауға, самокаттардың есебін жүргізуге, қажетті мәліметтерді ішкі істер органдарына жолдауға міндетті. Егер самокатты пайдаланушының жүргізуші куәлігі болмаса, ол жүріс жолымен жүрмеу тиіс. Мұны сервис қатаң бақылауы қажет. Еске саламыз, электросамокаттар велосипед жолымен немесе велосипед жолағымен жүру керек. Олар болмаған жағдайда жолдың оң жақ шетімен, жол жиегімен, тротуармен немесе жаяу жүргіншілер жолымен қозғалуға болады. Тротуарда жүрген кезде жылдамдық сағатын 6 шақырымнан аспауы тиіс. Алайда 25 тамыздан бастап электросамокаттардың тротуарлары мен жаяу жүргіншілер жолдарымен жүруіне тыйым салынады. Жолдың жиегімен жүруге тек 18 жасқа толған, жүргізуші куәлігін кез келген санаты және арнайы шлемі бар адамдарға ғана рұқсат етіледі. Электросамокатпен жолаушыларды жүктерді тасымалдауға және жаяу жүргіншілер өткел арқылы самокаттан түспей жолды кесіп өтуге, сондай-ақ қараңғы уақытта жарық қайтаратын элементтерсіз автокөлік жолымен жүруге тыйым салынады. Ішкі істер министрлігі азаматтардың заңнама талаптарын сақтауға шақырады. Жолдағы қауіпсіздік өзімізден басталады.